Енді ұстаз қателеспейтін адам жоқ та, мысалы мешітте жүрген кезде де кейде сұрақпенен кейбір жас жігіттер келіп жатады. Мынау некелесер алдын қыздың енді жаңағыдай әрбір адам қателесуші ғой, пәктігінен айырылып қалады кейде кейбір қыздар. Сөйтеді да оны үйленбей жатып некеге дейін жігіт біледі да, бірақ қыз тәубе қылған. Сөйтіп оның бәрін өзі мойындап себеп салдарын да айтады. Енді осындай жағдайда қалай болады енді? Мысалы ол маңызды нәрсе ме сол нәрсе? Мысалы қыз тәубе қылып тұр да. Енді осындай, дәл осындай бір кісілердің өмірлерінде болып жатқан жағдайды білемін мен. Дәл осындай мәселемен уақытта бір бауырымыз хабарласқан еді. Бірақ ол жігіт үйленбеген жігіт еді. Жігіт үйленбеген. Үйленбеген. Ал жаңағы үйленейін деп жатқан қызы жаңағыдай, енді Алла біледі, оны қандай жолмен пәктіге кетті оны. Себебін айтпаған ба? Себебін айтпаған. Солай ақылдасқан. Бірақ мен ол жігітке айтқан едім уақытында, бауырым, сенен қара, шайтан деген бар, уасваса деген нәрсе бар. Сен болашақта оны бетіне баспайсың. Бетіне басып, жылатып, сен сондай едің. Мен сен сондай неңнен алған едім деп бетіне басатын болсаң, алма оған деген. Бұл дұрыс емес. Сен ол жерде қара көзіміз ғой енді. Ол шынымен саған дейінгі өміріне сен жауап бермейсің ол қыздың. Yani сен алған күннен бастап сен жауап бересің. Сен Алла үшін де бір қара көз қазақтың өзіміздің қарындасымыз ғой енді. Деп бір жақсылықпен ниет қылып алсаң болады деп айтқан болатын. Истихара оқып деп көп осындай ойланып жүрді, бірақ ол алды. Некесіне алды. Қазір бірнеше бала шағалы болды. Әлі күнге шейін екеуі ырың-жырың бірақ. Әлі күнге шейін сол жігіттің үйіндегі келін дейміз ғой енді. Соның үйіндегі жаңағы қарындасымыз әлі күнге шейін маған жазып, екеуіме жазып тұрады. Ұстаз, анау күйеуім сіз тыңдайды. Бір ауыз айтыңызшы. Әлі күнге шейін бетіме басады, жүрегімді ауыртады, ауыр сөздер айтады, сен ондайсың, сен бұндайсың деп айтады деп, әлі күнге шейін. Егер осындай болатын болса, онда жігіттер ондайға бармау керек. Егер білместен қыз оны жасырып, сондай болса, ол жігіттің хаққысы оның алдында екі жол болады, шариғат бойынша. Қаласа, онымен айырылысады. Қаласа, онда онымен некесін қалдырып жалғастыра беруге мүмкіншілік бар. Бірақ бұл жерде ол жігіт білді ғой оны. Ол қызға айтқан оғаны. Мен ал осындай тұрмыста болған бір жағдайлармен осындай деп айтқан екен. Әрине ол сол үшін елдің бәрі әулие емес қой жәке. Ол Алла разылығы үшін деп алып, Алла разылығы үшін деп ертең жылатып қуып жүрген ол қандай Алла разылығы үшін, не сөз ол? Кейде айтамын мен, Алла разылығы үшін деген сөзді түсініп алайықшы бауырлар деймін. Yani Алла разылығы үшін деп алып, Алла разылығы үшін деп талағын беріп қуып жүруге болмайды ғой. Алла разылығы үшін деген не нәрсе ол деймін да. Сол үшін ол әрине ол пәктік деген ол адам өзі сол таза күйінде қыз бала пәктігін мен өзінің болашақта өзінің жігітін күтеді әрине. Бірақ ол әртүрлі жағдай болады екен жеке. Ол фиқ кітаптарда келеді. Мысалы қыз бала балалы шағында да үлкен биіктен секіріп түссе бір жерге, биіктен салмақпен секіреді ғой, пәктігі болмай қалады. Немесе белінен қатты соққы алып қалса мысалға дейді қыз бала. Оны ертең ана үйленіп жатқан жігіті біліп алып, сен жаман жол жүріп кеткен екенсің деп бетіне басып, ол жағда қиын да. Сол үшін өзіңіз айтқандай нәпсі бар, шайтан бар, бір күні болмаса бір жерде айтып берсе, құрбысқа айрандай үйіп отқан бір отбасы шаңырақ шайқалып қалады да.